Тәжірибе жетілдіру шеберлікке жол ашады. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты жаңартылған білім беру бағдарламасы біліктілікті арттыру курсы аясында жаңартылған бағдарлама ізденіс және тәжірибе әдістемелік галереясын ұйымдастырды. Мұғалімдердің психологиялық педагогикалық кәсіби дамуын жетілдіру кафедрасының аға оқытушысы Жұбаева Жангүл Оңайқызы галерея тынысымен таныстырып, оның қызметі мен маңызына тоқталды. Қатысушылар 4 бөлмеге маршрут картасы арқылы топтастырылды. Әдістемелік галереяның бірінші қызыл бөлмесінде номері 2 Бадамша орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімдері Тапаева Гүлбану мен Сүйіналин Алтынай жаратылыстану, математика сабақтарын түрлендірудің жаңаша тәсілдерін көрсетті. Екінші жасыл бөлмеде номері 2 Бадамша орта мектебінің мұғалімі Көптенова Ләйла мен Мұхтар Арын атындағы Қарғалы Қазақ орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Алипова Гүлшат оқушылармен жобалық жұмыстарды ұйымдастыру мен өткізудегі шығармашылық ойларынан ұсыныстар берді. Үшінші сары бөлмеде Жосалы орта мектеп балабақшасының бастауыш сынып мұғалімі Елеуова Күміс және Қосестек орта мектебінің мұғалімі Абилова Гүлнар тілдік пәндерді оқытуда дидактикалық құралдарды қолдану тәсілдерін көрнекі түрде түсіндірді. Төртінші көк бөлмеде Хлебодаровка орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Дүйсенгалиева Гүлнара, Ойыл Қазақ орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Тлепова Гүлнар тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылым дағдыларын қалыптастыру бойынша өз тәжірибелерімен бөлісті. Рефлексия кезінде Кеңсахара орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Бисенбаева Динара әдістемелік галерея бойынша мұғалімдердің пікірлеріне шолу жасап, қолтаңба кітабындағы жазбасымен бөлісті. Әдістемелік галерея өз мақсатына жетіп, мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін жетілдіруіне шабыттандыра түсті.